Сәлеметсіздер ма? Дезинфекция жасап жатырмыз. Квартираны жаңадан алған. Сол квартирадан жаңадан алған, бірақ еш нәрсе жоқ. Өздері баққан. Онда да дезинфекция маманы шақырған. Квартираны сатқан кезде әдемі вид жасайды. Сол кезде стеналар краскіленеді. Көрінбей тұр ғой дейме. Мынау стенаның бәрі боялған. Бірақ біз шашқан кезде мына жерден қара точкалар шығып жатыр. Мынау қара точкалар. Значит, бұл жерде қандалы болған. Және оны краскілеп саткен квартираны. Бұлай бір қарағанда жоқ. Сол егер пәтер сатып алсаңыздар, сақтықта қорлық жоқ, дезинфекция жасатқан дұрыс. Бұл кісі ондай шешімге не үшін барды десеңіз, бұл кісінің досы, подружкасында солай болған. Квартираны сатып алған, сөйтіп ремонт жасаған, еш нәрсе болмаған. Содан ремонт біткеннен кейін басталған қандала. Ол жағдайда қандала пайда болып адамдар ремонт жасап кетірем деп атады ғой. Ол жағдайда ол өте қиын болып кетеді. Өйткені сіз ремонт жасап жатқанда олар қашады жан-жаққа. Бір бұрышта жүретін қандала бүкіл жерге қашады. Мынаның астына барады мысалға. Осы ненің астын ашсаңыздар, міне ашық жер тұр екен. Мынаның арасы қуыс. Осының ішіне кіріп алады. Және мынау плинтустың астылары, плинтусты ассаңыз, стенамен полдың ортасында да тағы да мынандай нелер болады. Екеуі қосылған жер кішкене ашық болады, әр жері ашық болады. Сондай жерлерге кіріп алады да, содан ары қарай шығады. Үйдің негізі біз білмейтін нелері, қуыстары көп. Біз былай өмір сүреміз ғой, общий өмір сүреміз осы ортада. Ал жәндіктер біз көрмейтін жерде бізді айналып өмір сүреді. Сол үшін квартира сатып алдыңыз ба, дезинфекция жасатыңыз, тым да артық етпейді. Жоқ болса да еш нәрсе алмайды. Жоқ болса да жасатамыз. Біз бұл үйге жай профилактика деп келгенбіз. Іздері болғаннан кейін міне дезинфекция жасайтын болып шектікті. Дәрінің дозасын көбейтіп, бүкіл жерге толықтай дәрілейтін болып шектік. Міне жаңадегі осы пәтерді алған үйдің егесінің несі айтып жатыр, подружкасы бірнеше рет дәрлеген, 5 рет дәрледік дейді. Солай кетіре алмайтын себебі сол. Мынау резетканың асты да ашық мысалға. Сосын осы ремонт жасаған кезде білесіздер, ремонт жасайтын адамдар біледі. Осыларды қалай жасады. Мысалға подоконниктің асты да мүмкіндігінше асты ашық болады. Кішкене бір тесігін тауып алса болды. Бұның асты пластиктің арасына кіріп алса, араларында бұны пенамен қатырады да, арасында ашық жерлер болады. Солардың арасына да кіріп кете алады. Міне кіретін тоғылатын жері осының арасына кіреді. Бұл негізі ондай жерде өмір сүрмейді. Тыныш үй болса, мынау диванда, диванның тігісінде өмір сүреді қандала. Сіз тиіспесеңіз, ол да тиіспейді. Ол да тимейді. Тимейді болғанда шағады да, кеп осында жата береді. Орнын ауыстырмайды. Орнын ауысса, осы диван тұр ғой мынау. Осы диван тұр, диван мына бұрышта тұрса, осы бұрышта тұрса, осының төбесіне қарай, сол плинтусқа қарай, сол жерге ғана көбейеді. Осы бұрышта көбейеді. Осы бұрышта көбейеді. Осы бұрышты толтырады, одан кейін бұлай қарай жайлап ауысады. Ана жаққа бару мүмкін. Вообще осы жерде құртап жата беруі мүмкін. Сіз пока бір нәрсе істемейінше. Сіз енді бастадыңыз, жаңағы ютубтан көріп алдыңыз, порошок септіңіз, уксус себеді, ыстық су құйды, ақылдылар көп қой. Сондай жағдайда олар қашады басқа жаққа. Сіз мына жерден ыстық су құйып бастап жатырсыз ба? Міне құйып бастап келесіз. Мынау ана жаққа реакция бермейді дейсіз ба? Мынау диван уже қимылдады ғой. Соның өзінде олар жан жаққа қашып тығылады.
Вот сол үшін айналайындар бірінші міндетті түрде дәрілеу керек. Дәрілеу керек біз оны түрлі нәрсені шашып, оны жан-жаққа таратпаңыздар. Үйіңізді шашып, үйіңізді сатып көшіп кетпеңіздер. Өзіңізбен де алып кетесіз, басқа адамның обалына қаласыз. Бұлдай ісіміздің бәріне ақыретте жауап береміз ғой, Алла сақтасын, бәріміз баратын жеріміз сол бір жақ. Сол үшін диванды лақтырып тастасаңыз да, сіз коридорға шығарасыз, ол сізге қайтадан келеді бәрібір. Оны құтыламайым десеңіз де бәрібір дезинфекция шақырыңыз, дәрілетіңіз толықтай. Сосын барып өзі подозревать етіп жатса да, сөйтіп әділ адамдар солай сатады. Сол тағына не айтайын. Міне сосын дезинфекция кезінде вытяжканы жауып қой деп айтатындар болады екен. Егер сіз вытяжканы жауып қойсаңыз, оның ішінде жәндіктер қалып қалады. Сосын бері шығады. Вытяжканы жабу керек болса, оны бірінші дәрілеп алып, сосын жабу керек. Мына вытяжка деген газ плитаның артында тұрады, және неге тұрады. Міне қатты майланып кетті. Бұны дәрілемесеңіз, ортасында тұратында сол жерде қалып қалады да, өлмей қалады. Сосын дәрілеп болған екен, бұны ашасыз қайтер ауа кірсін деп. Сол кезде олар қайтадан шығады. Және сол дезинфекцияны жасағанда вытяжканы жауып қою дұрыс емес. Дәрілеп барып, сосын жабу керек вытяжканы. Вытяжка деген ауа кіретін жер. Вентиляционный труба деп айтама солай. Міне жаңадан алған пәтерде не таракандар болған. Біреусі жатыр, бірақ жәндіктер жоқ деп айтқан еді сатқан кезде. Перделердің арасында бол таракандар, значит, бұл үйде өте көп таракан болған. Сол дезинфекцияны әрі тараканға, әрі қандалаға жасап жатырмыз. Ас үйдегі тараканның сүйікті орындары. Таракан көп болған. Солардың жұмыртқа қалдырған жерлері. Және кафельдің астына берген. Кафельдің осындай астын жауып қою керек, таракандар ары қарай кіріп қалмасын. Негізі не жасаған кезде, ремонт жасап жатқан кезде осыны бақылау керек. Кафельдің жан-жағын жабып болған бақылау керек. Мынау тараканның сүйікті орындары дейді қой. Мынау капсуласы, осыны танып алыңыздар. Мынау капсуласы, осының ішінде жидкий болады да, жұмыртқасы. Басында содан кейін 30-40 штук таракан шығады. Мынаның ішінде болады қандай таракандар. Негізі мынау да ашылған жоқ тұрсын. Алмау керек. Шешініп жатыр. Бұны ақту керек. Енді тараканы өте көп пәтер болған. Екен, осының бәрін дәрі керек. Және осы таракан өтетін жерлері су құбырлары арқылы пәтерден пәтерге қарай өтеді. Мынау стенаға кіріп тұрды, мысалға бұл көрші жақ. Көршінің үйі арғы бетте. Осы құбыр арқылы келеді сізге. Сол үшін дәрі шашқан кезде осы жақтан жеріне ұмытпау керек. Міндетті түрде құбырлардың жан-жақтарына жұмыртқа қалдырады. Сосын міне осы жақтарда өмір сүреді таракандар. Мынау мойканың асты міне. Құбырлары осының астында өмір сүреді. Жұмыртқаны толтырып тастаған. Бұлар үлкен особін өлтірген. Одан кейін бір апта, 2 аптада кішкентайлары шығуы мүмкін. Және мынандай
кухонный штаб ілмей тұрса, осының жан-жағында тығылады. Және осының артына тығылады. Мына шкаптың прям артында болады. Ілмей тұр ғой, арт жағында болады. Тарақандар. Осы міне біттік дәрлеп. Кухняның бәрін қимылдатынларын бәрін алып тастадық. Екен, арқаларында личинкалар бар екен. Біздің YouTube каналымызда қандала жайында, таракан жайында, қалай дәрлеу жайында ақпараттар көп, Сол подписканы басып, іздесеңіздер, табасыздар. Лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер. Біздің каналды пайдаланып адамдар жақсы нетіп жатыр. Қандаладан, тараканнан кетіріп жатқан жағдайлары бар, дұрыс пайдаланған жағдайда. Бірақ көбісі жазбайды екен. Біз мынау қандалаға пайдаланатындарымыз. Блокада антиклоп 500 мл. Бұны интернеттен қарасаңыздар арзан, ал бізде 9000 теңгеден. Бұл қандалаға арналған, тараканға, шыбынға да әсер етпейді, бірақ қандаланы жақсы өлтіреді. Блокада антиклоп. Иісі жоқ, бірақ бәрібір маскамен пайдаланамыз. Дәрілеп болғаннан кейін үйден 1 суткаға кетеміз. Пайдалануы 1 литрге 1 крышка. Мысалыға сізде 5 литрлік ыдыс болса, сол 5 литрлікке крышкасына құйып, крышкасына құйып, мынадан крышкаға құйып, соны 1 литрге 1-еуін қосасыздар. Сізге шайып алу керек. Өйткені оғой, бұның каплясының өзі қатты әсер етеді адамға. Сол үшін 1 литрге 1 крышка. Егер 3 литр қойсаңыз, 4-еу қыласасаңыз болады. 4 крышкаға 3 литр қойсаңыз болады. Қандала өте көбейіп кеткен жағдайда солай дозасын кішкене нете көбейтуге болады. Одан көп жасамаңыз. Ол опасный. Негізі дезинфекция маман шақырыңыздар. Үй сатып алдыңыз ба, дәрілетіп алыңыз. Сондай проблема болып кетпес үшін дезинфекция шақырып дәрілетіп алыңыздар. Біздің номеріміз профильде бар. Номерімді айтып кетейін. Скриндап алсаңыз болады блокада антиклопта. Номерім 8778 257 61 11. Есімім Рахима. Мен Астана қаласындамын. Бізде және Шымкентте, Алматыда жақсы специалистеріміз бар. Хабарласыңыздар. Лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Подписканы ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Әркім өз үйінде ешқандай жәндіксіз тұруды нәсіп етсін.